тақырыбымыздың тақырыбы Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман эссесі. Енді балалар осы Қаныш Сәтбаев роман эссесінің авторы Медеу Сәрсекенің өмірі және шығармашылығына тоқталып өтсек. Мағлұмат беруге балалар Медеу Сәрсеке туралы. Інжу айтамын. Медеу Сәрсеке 1936 жылы 2 қаңтарда Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Ол және Лениншіл жас деген газетте де танылған, және оның екінші толқын ғажайып сәуле қатты шығармалары бар, және ол Қаныш Сәтбаевтың бала кезіндегі бала шағын осы роман эссесінде түсірген. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі. Соның ішінде бізде Медеу Сәрсеке ғылыми фантастика жанрына көп үлес қосқан. Ғылыми фантастикалық шығармалары бізде ғажайып сәуле және жетінші толқын атты ғылыми фантастикалық шығармалары бар. Роман эссесі. Бұл шығарманың роман эссе аталу себебі. Інжу айта қойшы, роман дегеніміз. Роман дегеніміз қара сөзбен жазылатын адамның автордың белгілі бір тақырыпта ұзақ ойлауының ойын жазуын айтамыз. Ал эссе деп шағын ғана кішігірім бір тақырыпқа арналатын эссені айтамыз. Жаңа тақырыбымыз Қаныш Сәтбаев роман эссесі берген. Ақжел, Інжу, Мейрамбек, Нұрбек. Екінші тобымыз Қаныш Сәтбаев тобы Бейбарыс, Ерасыл, Мөлдір, Ақтолқын. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық, жаңа сабағымызды. Енді жаңа сабағымызды бірінші тапсырмадан бастайық. Бірінші тапсырма, бірінші топқа берілетін бірінші тапсырма. Яғни бұл жерде Кенжетай бөлімін оқыңыз және талдаңыз, оқиға мазмұнын баяндаңыз. Бөлімдегі негізгі идеяның кейіпкерлер мінез-құлқы мен іс-әрекеттерін талдаңыз. Қаныш Сәтбаевтың өмірі мен ғылыми қызметін Кенжетай бөлімі арқылы саралаңыз. Сол бойынша сұрақтар берілген. Имантайдың өмірдегі зор өкініші не еді? Әлима деген кім? Қаныштың ауылдастары оның кішкентай кезі жайлы не дейді? Неше жасында анасынан айырылған? Бұл бірінші топқа берілетін тапсырма. Мұқият өте тиянақты орындаймыз. Одан кейін екінші топтың тапсырмасы, екінші топқа тапсырма, яғни фила кестесін толтыру. Бұл жерде фила кестесі деп отырғанымыз дерек, пікір, сұрақ, іс-әрекет. Яғни шығармадан Қаныш тұлғасын ашатын деректер жинайды, Қаныш туралы өзінің ой пікірі, Қаныш тұлғасын ашатын сұрақтар және автордың Қаныштың бейнесін сипаттаудағы қолданған тәсілі.
дайын болса тапсырмаға екінші топ бастайын дейді. Екінші Бірінші сұрақ бізде қаныштың туғасын ашатын деректерді жинау, яғни романнан қаныштың туғасын ашатын деректерді жинау. Бізде қаныш бала кезінен өзі өте зерек бала болған, яғни қатарластарымен бірге өзі ойнап өскенмен, ойнап өспейтін бала жоқ қой. Сол секілді ойнап өссе, алайда жыл ойнап соңына дейін ойнамай, әшейін бірек сөйтіп кетіп қалатын болған. Қалған балалар қалтасына ақша жинап жүрсе, бұл қалтасына тас жинап, өзі өзен жағасынан ақ тастарды жинап, түнде қараңғыда бір-біріне соғып шоқ шығарып солай ойнап өскен. Яғни кішкентайынан бұл баланың өзгеге қызық жұрттарына жақын болатын бізде сипаттарындай болып тұрады. Бізде екінші сұрақ, қаныш туралы өзінің ой пікірің. Менің ой пікірім, менің ойымша, қаныш өзінің қатарластарынан өте ерекше бала болып деп ойлаймын. Яғни енді бүкіл бала өзі ойынға алданып, ақсыз жүрсе, бұл бала көріп тұрса қасқа, яғни кішкентайынан қызы жақын болған. Өскеннен өзі қазақтың тұңғыш геологы, академик атанды, өзінің қазақ академиясының президенті болды, яғни өзі негізі болады, өте зерек алғыр бала болды. Үшінші сұрақ, бізде қаныш тұлғасын ашатын сұрақтар. Бұл жерде біз өзінің қатарластарынан қалай ерекшеленеді деген сұрақ қойдық. Себебі жаңағы өзінің қатарластары, мысалы алатын жаңағы папа, Жұманың, Нұрлан сияқты өзінің қатарластарынан бұл ерекшеленген. Себебі жаңағы достарының барлығы әшейін келіп қолдаспақ тағы басқа ойындар ойнап жүрсе, кішкентай бала сияқты. Ал бұл өте зеректеу, өте ақылды, данышпан бала болып, жаңағы үлкендерден қалыспай өзінің жаңағы білімін көрсетіп, тастарды бірге өзімен бірге алып зерттеп жүрген. Келесі сұрақ, бізде автордың қаныштың бейнесін сипаттауға қолданылған тәсілі. Бұл жерде бізде қаныштың бейнесін бізде өскендерді зерек, алғыр, білімге құштар бала ретінде бейнелеген болатын. Кенжетай бөлімін оқыңыз және талдаңыз. Бізде бірінші топқа берілген тапсырма, біз Кенжетай бөлімін оқып талдаңыз деген мазмұн баяндаймыз. Кенжетай ол Қанаш Сәтбаевтың бала кезі туралы жазылған шығарма. Енді сұрақтарға жауап беретін болсақ, Имантайдың өміріндегі ең зор өкініші неде? Имантай бірінші әйелінен бала көрмей, жаңағы аңға шыққан кезде бір аян береді, сосын ол жаңағы түсін жортуға барады. Сол кезде түсін жақсы жауап береді. Сен үйіне барып, әке-шешеңе ақылдасып, төсек жаңғыр. Сол кезде сенің 3 балаң болады деп түсін жақсыға жауап береді. Кейін Имантай өзінің төсек жаңғырды, содан кейін өзіне бірінші жаңағы тұңғышы қыз болады. Өзінің қызының атына Қазиза деп қояды. Содан кейін біз енді Қаныш Сәтбаевқа келетін болсақ, Қаныш Сәтбаев ол үйінің кенжесі, және де оның анасы Алима деген Қаныш Сәтбаевтың анасы, және де жаңағы Имантайдың екінші әйелі. Қаныш Сәтбаевтың ауылдастары өзінің сұхбаты бар. Осы сұхбатында осы достары, Қаныштың бірге өскен достары бізбен бірге көп ойын ойнайды, бірақ онdan бір-екі ойыннан зерігіп кетеді деген. Сол сөйтіп көлдің маңында, ауылдағы көлдің маңына барып, тас жинап, өзімен өзі жүргенді қалайды деп айтқан болатын. Қай топ дайын? Екі топта дайын екен. Бірінші топтан бастап. Позициялық талдау. Яғни оқиғаның басталуы Сәтбай ауылынан бүкіл тұрғындарды жаздан көшіру, яғни жаз келген кезде, және оқиғаның байланысы бұл Имантайдың түс көру және сол түсті жақсы жаққа жолдауы, оқиғаның дамуы, Алима атты әдемі бойжеткенге үйленуі, оқиғаның шиеленісуі, Алиманың дүниеге Қаныш Сәтбаевтан келген 3 бала болған, соның кенжесі Қаныш
Сәтбаев бар. Оқиғаның шарықтаушылығы, яғни шарықтаушылығы ол Хан Сәтбаевтың анасы Әлима дүниеден өтуі, яғни Хан Сәтбаев босанғаннан кейін ол дүниеден өтеді. Өкпе ауруына шалдығып. Оқиғаның шешімі ол яғни Хан Сәтбаев өте дарынды және сондай тас жинап өте дарынды жақтың Бала кезінен дарынды болып өседі. осындай тұлғаның қалыптасуы, осындай Хан Сәтбаев сынды тұлғаның бізде өмірге әкелген анасы Әлима, яғни осындай тұлғаның қалыптасуы отырамын. Қалды және өз ортасында Өз ортасында озып дара өскен бала, кейіпкердің бейнесі бөлімге ғылымға ерте құштар мақал мәтелмен образын ашу. Мақал мәтелмен образын ашу. Болам деген баланың бетін қақпақ белді. Болам деген баланың яғни енді бұл мақалмен Хан Сәтбаевтың әкесі, кенжесі де жеткілікті ғой, ешқандай неден бетін қақпады, қайтармады, істейін деген заттың бәрін істеді. Ауылдағы үлкен кісілермен аттың үстіне қонып кішкентайынан аңға да шықты, әкесі ешқандай қарсылық көрсетпеген. Кенжетай тарауында Қаныштың әкесі Имантай кейіпкер. Кейіпкердің қасиеті Имантай ақ көңіл, қанағатшыл, мейірімді, жақсы топ басшысы. Кейіпкердің бейнесі Имантайдың романындағы бейнесі жақсы көшбасшы. Жақсы көшбасшы бейнеленген. Мақал мәтелмен образын ашу. Жақсы әке тәрбиесі өмірлік азық. Жақсы әке тәрбиесі өмірлік азық. Яғни әкесі Имантайдың Қаныш Сәтбаевқа жақсы тәрбие бергенін және де бір қасиеті қанағатшыл деп айтқанымыз бізде ауылдың үлкендері бұл кісіге үшінші рет әйел ал деген ғой. Әлима бізде Қаныш екі жаста болған кезде дүниеден өтіп кетеді өкпе ауруынан. Сол кезде үшінші рет төсек жаңғыртып үшінші рет үйлен деген кезде қанағатпен осы үш балам өзіме өміріме жетеді деп үшінші рет үйленбейді. Яғни екі әйелмен тоқтайды. отыра қойды, жарайсың. Өзінің бала кезден қызыққан, яғни сол мақсатына жетті ма Қаныш? Жетті. Табандылығы, жігерлілігі, соның арқасында Қаныш мойыған жоқ, сондай үлкен тұлға болып қалыптасты. Яғни оған ата-анасының да әсері зор ғой, ата-анасының тәрбиесі, ата-анасының көрсеткен үлгісі осы Қанышқа өмірлік азық болды. Енді соны нағыз өзгерген ойларын айтыңдаршы. Шағын мысалы Хан Сәтбаев роман эссесін қазіргі өмірмен байланыстыра отырып негізгі кейіпкерлердің қандай қасиеттерін өзінің енді Қаныштың қандай қасиетін өзіңе үлгі етіп алар едің, соған тоқталыңдаршы. Бұл бір минут әңгімесі әдісінде мен жаңағы Хан Сәтбаевтың өзіме деген осы роман эссесінде өзіме жаңағы қасиеттерді үлгі алатын болсам, жаңағы Хан Сәтбаевтың еңбекқорлығы, білімге деген жаңағы құштарлығы мен ұлт игілігіне үшін аянбай өзінің еңбегін сіңіргені, және де бүгінгі күнде әрбір адамға өзінің үлгісін көрсете алған адам. Мен өзіме оның табандылығы, ғылымға деген жаңағы данышпандығы, сүйіспеншілігі және де патриоттық рухында үлгі етіп ала аламын. Ол оның жаңағы мақсаткерлігі, білімге деген даналықтарын және де осы елге деген жанашырлығы, осының барлығы, осы қасиеттері маған үлгі деп өзім ойымда айта аламын. Сен шығарманы оқу арқылы осындай ой түйдім өзім ойым. Бізде роман эссенің енді Хан Сәтбаев роман эссесінің басты кейіпкері Хан Сәтбаев қой, ол кісінің мен өзіме үлгі етіп алатын батылдығын алатын. Ол кішкентайынан мысалға атқа мінді, аңшылыққа барды. Одан да бөлек бала кезінен емес, өсе келе де қазіргі кезінде де қаншама халыққа көмек қолын созған тұлға ретінде де алсақ болады. Қазақ дегеніміздің кірпішінің ең негізін қалаған осы кісі болатын. Батылдығын алған. Одан бөлек өзінің қатарластарындағы ең бірінші орында жүретін алсам болады. Қашанда зерек болды, алдар білімді болды. жарайсыңдар.